Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жеміс-жидектерді әдемілеп кесіп қоюдың екі тәсілін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кивиімізді, бір грушамызды және де бұрыштық құрмамызды төрт бұрышты пішінде турап аламыз. Егер осылай турап қоятын болсаңыздар, қонақтардың жеуіне де өте ыңғайлы, әрі өзіңізге де тиімді болады деген ойдамын. Жемістердің барлығын турап болғаннан соң үлкендеу бір сәбізімізді алып, сыртын жақсылап аршып, жақсылап жуып аламыз. Содан соң ағаш таяқшаның көмегімен осы квадрат пішінде туралған жемістерді видеодағыдай етіп сәбіздің үстіне жайғастырып шығатын боламыз. Ал үстіңгі жағына жүзімдерді ағаш таяқшаның көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп салып шығатын боламыз. Ал тарелканың астыңғы жағына менде алма, киви, апельсин және де банан барлығын өзіңізге ыңғайлы түрде кесіп қойып шықсаңыздар болады. Мен дәл осы видеодағыдай етіп кесіп тарелкаға салатын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің жеміс-жидектер дайын болып қалды. Өте әдемі, әрі жеуге өте ыңғайлы, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Енді келесі кезекте сіздерге екінші тәсілін көрсететін боламын. Негізі бұл тәсілі жаңағы бірінші үлгімізге кішкене жақынырақ, кішкене ұқсаңқырап кетеді. Десе де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің екінші үлгімізде дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет достар.